Assalamu alaikum, qadırlı musulman bauırlar, ülken kişiler. Dinimiz ben dəstürümüzді sabaqtas dep, dərіптеп жүргенімізге bir qançama жылдар болды. Шындығында, dinning қағида негізінде өмірге келген берекелі дәстүріміз бар. Сол дәстүріміздің бірі сәлем беру дәстүрі. Сәлем түзелмей, әлем түзелмейді дейді біздің халқымызда. Сол себептен қалайсың десе, қалайсың деп жауап беріп жүрген көп қарындастарымыз, інілеріміз, бауырларымыз бар. Сұраққа сұрақпен жауап сәлем бергенше, ассалауму алейкум деп сәлемді өзіміздің сүннетімізге сәйкес ата-бабаның дәстүріменен сәлем берсек қандай берекелі болар еді. Сәлем сөздің анасы дейді біздің дініміз бен дәстүрімізде. Сол себептен де кімде-кім үйіне кірсе сәлем берсін, кімде-кім дос-жаранын көрсе сәлем берсін, сәлем алсын. Аллаға жақынырақ ұмтылып, кішіпейділіктің, ізгіліктің белгісі болған, жарсысы болған, саған Алланың тыныштығы мен берекеті болсын деген сәлемнің иесі болғанға не жетсін ағайын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.